ремень тақпай келе жатып глушилка болмаса, көліктің жүйесі жалпы машина соғылғанда подушка безопасности нетпейді, шықпайды. Өйткені ол ремень тақпағаннан кейін. Ол бірге жұмыс істейді екеуі. Неге қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді деген бір протокол шықпаған. Бәрі сәйкес келеді. Ол бәрі идеально. Бәрі идеально. Ол мүмкін емес. Бірақ бізде жаңа өзіңіз айтқан құндылықтар бөлек қой. Біздің қазекеңдер бөлек. Біз бәріміз жаңағы аттан түспеген қазақтар бәрібір де көлік айдағымыз келіп тұрады деген сияқты да. Алғымыз келіп тұрады. 70% автокөлік дилерлерде бұл жаңағы финансовый инструменттермен сатылады. Яғни бұл рассрочка, немесе кредит, немесе трейдингмен ауыстырып, жаңағы отсрочка, 1-2 жылға отсрочка, сондай финансовый программалар. Сіздің ойыңызша осы Қытай көліктерінің арасынан топ 3 көлікті, мына көліктерді алуға болады дегенді айтып бере аласыз ба? Ал Қытайда модернизациясы көп қой енді. Жаңартып жатыр, нетіп жатыр, кнопкамен басылатын ететін. Оның бәрі электроника істемей қалса, оларда жаңағы жоқ механический тартады. Мысалы, Дубайдан келіп жатыр, көліктер ұрланған. Олар неге Дубайда табылмайды? Өйткені Дубайда не жоқ, Интерпол жоқ. Олар Қазақстанға келгенде бізде Интерпол бар. Олар көліктер шыға келеді системада. Армысыз құрметті Ел KZ YouTube арнасының көрермені. Жалпы бүгін қаузайтын тақырыбымыз Қазақстан автонарығының қазіргі жай-күйі, қандай нормативтік құқықтар өзгерістерге ұшыраған, сонымен қатар қазіргі таңдағы біздің автонарықтағы автокөліктердің қазіргі жағдайы туралы сөйлесеміз. Және студия қонағымен таныстырып өтейін, Ербол Сейпилов, Қазавтостандарт ассоциациясының президенті. Қош келдіңіз, Ербол мырза. Енді бізде жаңа әңгіменің әлқиссасында айтып кеткендей, қаузайтын тақырыбымыз өте көп, бағдарымыз. Енді әлқиссасы ретінде жалпы өздеріңіздің Қазавтостандарт ұйымы туралы сөйлессек, жалпы ұйымның бағыты қандай, мақсаты қандай және қазақстандықтарға қаншалықты тиімді жобалар ұсына аласыздар? Рахмет, Нұреке. Қазавтостандарт қауымдастығы бұл өзін-өзі реттейтін ұйым. Яғни мына еліміздегі мен деген сарапшылардың және аудиторлар деген жаңағы финансовый аудитор емес, ол жаңағы қауіпсіздік мәселесі жағындағы аудиторлар және сарапшылардың қауымдастығы. Біздің қауымдастықта жаңағы адамдар бар, ұйымдар бар. Олар осы қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ететін мекемелер. Ол сынақ зертханалары мен және де сертификаттау органдары деп аталады. Солардың жалпы мақсаты, біз елімізге кіріп жатқан немесе шығарып жатқан көліктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Оның дұрыс жай-күйін мәнін түсіндіру алу. Мысалы, елімізде нарықта жалпы көптеген сынақ зертханалары жалпы бір мақсаттар ақша тауып алды. Ал мына қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету екінші планға қалып қояды. Жалпы мен өзім ойлаймын былай, кейде былай өзім анализировать етіп ойлаймын да, неге олай екен, неге олай болып тұр екен деп. Қарап тұрсам, жалпы біздің менталитет сондай екен де. Мысалға айтатын болсақ, адам рөлде келе жатқанда, өзіңіз білесіз. Қарасаң, мысалы, юг болсын, мысалы, Астанада қайта жақсы нетеді, жол қозғалыс ережесін сақтайды. Бірақ мысалы Алматыға барғанда мен көріп жатам, ремень тақпайды ешкім. Ремень тақпайды. Оны бір міндеттеме ретінде көреді. Ол ГАИ тоқтатса, мысалы, жол инспекторы сол тоқтатып штраф алмау үшін ғана киетін сияқты да. Жалпы ол ең қарапайым қауіпсіздік талабының бір түрі. Жалпы айтып жатады, глушилка қойып тұрады, андай ременьге қосады глушилка. Ол өте қауіпті. Өйткені мысалға ремень тақпай келе жатып глушилка болмаса, көліктің жүйесі жалпы машина соғылғанда подушка безопасности нетпейді, шықпайды. Өйткені ол ремень тақпағаннан кейін. Ол бірге жұмыс істейді екеуі. Ал бізде көріп жатасыз, сонда глушилканы тығып қояды, сонда анау машина соғылған кезде тіпті 60 км соғылса, мысалы, тіпті 20 км соғылсын. Яғни біз механизмді бұзып тұрамыз ғой. Қандай да бір жаңағы механизмді бұзамыз, системаны бұзамыз. Сонда жүйе подушканы жаңа шығарғанда 300 км сағатына алдына шығады подушка. Сонда адамды өлтіріп жібереді ол. Соны халық, жалпы адамдар көбі түсінбейді да оны, массово түсінбейді. Сонда жалпы қауіпсіздік талаптары, сондай міндеттемелер, техосмотр, сертификат, сондай нәрселердің барлығын бір галочка ретінде көреді да. Жалпы өту керек, құжат керек, барып тіркеу керек деген сияқты сондай мәселе. Соның біздің қауымдастықтың жалпы мақсаты сынақ зертханалары болсын, жаңа адамдар болсын, қауіпсіздік талабы сіздің өміріңізге маңызды деген сондай бір ой енгізу, соны өзгерту, сол подходты өзгерту жалпы. Ербол мырза, сіздердің жұмыстарыңыздың жүйелі болуы, сонымен қатар жемісті болуы, ол көбінесе жаңа популяризацияға байланысты ғой.
медиаға насихаттау дейміз иә, Әрине. тағысын тағы. Ол жағынан не істеп жатсыздар? Жалпы бізде әрқашанда мен өзім былай неге шығып отырамыз, жаңалықтарға шығып отырамын, айтып отырамын оны. Жаңа да біз хаттар жазамыз, мемлекеттік органдармен тікелей байланыста жұмыс істейміз. Және біздің ресми мысалы сайтымыз бар, сайтта ақпараттарды енгізіп отырамыз. Сондай жұмыстар атқарылып отырады. Жалпы көп жұмыс атқарылады, көбі көрінбейді. Өйткені ол күнделікті жұмыс болғандықтан сондай қағаз жұмысы көп болады сондай. Жалпы оңай емес, бірақ біз оны атқаруға тырысамыз. Мына ішкі істер министрлігімен қандай да бір байланысасыздар ма? Жаңа қауіпсіздік мәселесін көтеріп жатсыз, ол өте маңызды дүние, иә. Бізде енді статистикалық деректер көңілді қуантпайды. Білеміз, қаншама жол апаттары тіркеліп жатады. Ол күннен күнге жалпы жылдан жылға өсіп келе жатыр. Осы жағынан қалай ішкі істер министрлігімен қандай да байланыс бар? Әрине қауымдастық болғаннан кейін біз барлық мемлекеттік органдармен, құзырлы жаңағы органдардың барлығымен жұмыс істейміз, атқарамыз. Жаңағы қауіпсіздік мәселелері бойынша бізбен хабарда болар. Жалпы біздің бір идеяларымыз болса ұсынамыз, олар құлақ асады, кейбір кезде айтады, мысалы ол халықаралық заңнамаға сәйкес келмеуі мүмкін деген сияқты сондай мәселелер бар. Жалпы біз статистиканы білеміз, өте өкінішті. Бірақ мен ойлаймын, жалпы мұнда екі мәселе бар. Жаңағы айтқандай адамдардың өздерінің жүргізушілердің кесірінен жауапкершілігі аздығынан да болады. Екіншісі жаңағы жолдың инфрақұрылымы дейміз. Инфрақұрылым да дайын болу керек. Жақсы, сұрағымыз келесі. Таяуда сіздердің ұйым ST стандарттарын әзірледі. Осы стандарт алдыңғы стандартқа қарағанда қандай айырмашылығы бар? Нендей өзгерістері бар? Қандай стандарттар туралы? ST 40-38-26 деп стандартын әзірледі деп сіздердің жаңа ресми сайттарыңыздан алынған бұл нелер? Ол көлік құралының жаңағы мына көлік құралын сынақ өткізеді ғой. Біз мысалы елімізде 80-ге жуық сынақ зертханалары бар. Олар жаңағы шетелден келген жеке тұлғалармен алып келген көліктерге сынақ өткізеді. Қазіргі таңда өте үлкен проблема бар бізде. Жаңағы лабораториялар онлайн режимде жаңа нелерді береді, сертификаттарды береді. Бере салуы мүмкін. Бере салады. Көлікті фактілі түрде көрмейді. Көлік кірмейді лабораторияға. Бірақ ол техосмотрдың проблемасы сияқты. Қазір техосмотр жақсы реттеп жатыр. Өте жақсы реттеді, контроль қойып тастады. Бізде де сол мәселе бар. Жаңағы көлік келеді, брокерлармен келеді, жаңағы СВХ-да тұрады мысалға. Ол Қытайда келе жатқанда мысалы көлік, ол мына жақта жаңағы сертификатты беріп қояды алдын ала. Сондай проблема бар. Яғни көліктің қауіпсіздік талабы, жаңағы ол криминалдық мысалы нәрселер бар, мысалы факторлер бар, идентификация жасалмайды. Яғни жабық көзбен сертификатты бере салады. Сол проблеманы шешу. Және де мысалы айтатын статистиканы қарадық біз, күніне 20-50 сертификат береді. Ол мүмкін емес. Мысалы қараңыз, сөзіңіз бөлгенім кешірім сұраймын. Бізде ресми автосалондар бар, сосын бейресми автосалондар бар. Яғни соларға беріп отырады бұл сертификаттарды, бейресми кіретін көліктер, яғни жеке тұлғалар өздері алып келеді, немесе ресми емес дилерлік орталықтар бар, солар алып келеді жеке тұлғалардың атынан. Сөйтіп сатып отырады. Бізде ондай практика жақсы дамыған. Өзіңіз көріп отырсаңыз, көптеген мысалы танымал емес, сондай бір дилерлік орталықтар бар, ол серый ввоз деп айтылады, параллельный импорт деп айтылады. Астанада өте көп. Өте көп. Байқасаңыз, жақын арада көп болып кетті. Ал осы стандарттар сіздер енгізген, бюрократияны және жемқорлықты қаншалықты жоя алады? Енді мен ойлаймын, жалпы мұнда ең басты мәселе күніне жаңағы сертификаттың күніне қанша количествосы, неше беруге болады. Шектеу қойылады. Яғни мына сертификатты беретін система бар, ЕКТРМ деп аталады. Бұл жаңағы техникалық реттеу және метрология комитетінің қарамағындағы система, жүйе. Сол жүйенің ішінде сертификат беріледі. Сол жүйеге осы стандарттың негізінде шектеу қойылады. Мысалға, жеңіл көліктің талаптары коммерциялық көлікке немесе автобусқа қарағанда азырақ. Оған мысалы бір көлікке 55 минут кетіреді деп біз санадық, хронометраж жасадық. Сол хронометраждың аясында, яғни күніне 8 трудовой кодекс бойынша 8 сағат болса, 8 сағатта сіз максимум 8-9 автомобиль бере аласыз. Қазіргіде 50 автомобиль, 100 автомобиль күніне беру ондай болмайды, яғни шектеледі. Соған орай жалпы лабораториялар жаңағы пайдасы болмайды да үйтіп жасаудың. Сондықтан барлық асықпай жасауға міндетті болады. Асықпай қарап, дұрыстап
шынында да көлікті кіргізіп деген сияқты сондай. Яғни стандартта шектеу қойылған, Шектеу жазылған, иә. Жалпы осы ресми үлкен автосалондарды білеміз, сатылған. Олардың арнайы сертификаттары бар, келісімдері бар, тағысын тағы. Мына бейресмилер бар. Оларды кім қадағалайды жалпы? Көліктің сапасына байланысты, техникалық жағдайына байланысты оның бір қарайтын ұйым бар ма? Жаңағы сол сынақ зертханалары арқылы фильтрация өтеді. Яғни сынақ зертханалары қалай өкім шығарады, сертификат береді, соған байланысты. Жалпы мен статистиканы қарасам, бізде осы соңғы 5-10 жыл шығар тіпті, бір әлі көлік құралы жаңағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді деген бір протокол шықпаған әлі. Шықпаған. Бәрі сәйкес келеді. Бәрі идеально. Бәрі идеально. Ол мүмкін емес. Сонда біздің жаңағы қайтадан қайтып келейін сөзіме, менталитет, бізде сынақ зертханаларының өздері де ойлар сол. Жоқ, ол көлікті міндетті түрде беру керек сертификатты, өйткені ол ақша. Ол тіпті ой болмайды, анандай сынақ келмейді деген сияқты. Мысалға қарап отырсаңыздар, мүмкін бракованный машина алып қалса. Әрине, ондай мәселелер өте көп. Ертең бір жүйесі істемей қалса, ол адамның қауіпсіздігі ғой бірінші очередь. Әрине, бізде қазір фактілер өте көп. Көлік құралы сәйкес келмейді. Көлік құралы ұрланған, лизингте, шетелден Қытайдан көп келіп жатыр лизингте көліктер. Мысалы, Дубайдан келіп жатыр көліктер ұрланған. Олар неге Дубайда табылмайды? Өйткені Дубайда не жоқ, Интерпол жоқ. Олар Қазақстанға келгенде бізде Интерпол бар. Олар көліктер шыға келеді системада. Автомат түрде МВД-мен шыға келеді. Тіркеуге қойған кезде шыға келеді. Сол сияқты мәселелер өте көп. Сондықтан мына сынақ зертханаларында мәселелер сол, тексеру керек, дұрыстап қарау керек. Жаңағы мысалы сынақ зертханалардың жұмысына жаңағы кеден баж салығы да әсер тигізеді. Өйткені мысалы мынандай қазір қатты дамып жатқан мәселе бар. 30 минуттық қуат деген бар. Көрсеткіш. Бұл гибридтік көліктерге, жаңағы последовательный, мысалы Лисян дейміз, жаңағы Зикр, әртүрлі көліктер бар, гибридный, последовательный. Солардың көрсеткіштері, яғни 30 минуттық көрсеткіші жаңағы баж салығына әсер тигізеді. Мұнда жаңағы өтінім берген кісі, көлікті алып келген кісі, немесе сынақ зертхананың өздері де жаңағы көрсеткішті төмендетіп, дұрыстап бұрмалап көрсетпей, мысалға. Ол көбінесе жаңа өтінім берушінің аясынан келіп отырған ақпарат, дұрыс көрсетпей, баж салығын аз төлеу мақсат сондай көздеген мәселелер бар. Бұл мәселелердің барлығын жаңа түбімен жою керек те. Өйткені көптеген миллиардтаған ақша неге түспей жатыр? Қазынаға түспей жатыр. Бұл енді дұрыс емес қой. Жалпы недобросовестный конкуренция деп аталады ол. Жаңағы өкіметті алдау деген сияқты. Оны өкінішке орай алып келген адам емес, кейін басқа адам сатып алады ғой. Екінші, үшінші, соларға зиян тиеді. Сол зиян тиеді. Сол кісі төлеткізеді, соған төлеткізеді. Енді бұл жерде қараңыз, бірнеше жақтан қарасақ болады бұған. Яғни баж салық, қазір білеміз, өсуі бар деген сияқты. Ол да кәсіпкерлердің қалтасына кәдімгідей жүктеме түсіреді. Екінші жағынан өзіңіз айтпақшы, жаңа бракованный көліктер болып, кейін қауіпсіздік жағынан немесе бір адам айдайды, келесіге сатады, ол жаңа осы мәселені өзінің мойнымен көтеруге болған сияқты. Енді бірнеше мәселесі бар. Ол да енді сіздердің сияқты ұйымдар немесе мемлекет тарапынан дұрысталып, бір жолға, бір ізділікке қойылу керек. Әрине, мемлекеттік орган өзіңіз қарап отырсаң, жалпы мына қазіргі таңда қауымдастықтардың дамуы, бұл жаңа бизнестің, жалпы біздің мемлекеттің бір жаңа бір деңгейге шығуын көрсетіп отыр. Неге десеңіз, өйткені мемлекеттік орган ол барлығын қамти алмайды. Онда адам аз. Тіпті элементарный штат жетіспейді. Оларда мысалға айтатын болсақ, жаңағы мысалы метрология институты, сол жаңағы комитет технического регулирования метрология дейміз. Олар мемлекеттік орган, оларда қарамақтарында 56 техрегламент бар. Мысалы, одан көп, 56-ға жуық бар. Басқа да нормативтік құқықтық актілер бар. Жұмыстар өте көп. Жаңағы әрбір саланы жаңағы қауымдастықтар реттеп отырса, өзін-өзі реттеп, айтып отырса, көмектесіп отырса, сонда жұмыс жүреді. Жалпы ол бірге жұмыс жасалатын нәрсе. Онсыз нәтиже болмайды. Және сапалы болады. Сапалы болады, әрине, ол субъективті қаралмайды, объективті қаралады. Жаңа өзіңіз айтып, ВИН-код туралы айтып қалдыңыз ғой. Осыдан енді осы Қытай автокөліктері келмей жатып, біз білеміз, барлығымыз жаппай Грузиядан, Армениядан көлік тасыдық, көбінесе жаңа үлкен қымбат машиналар Америкадан да келіп жатты. ВИН-кодын тексерген кезде ешқандай тіркеу жоқ, машина соғылған, толыққанды, соны жаңағыда жөнделіп алып келген деген сияқты. Конструкторлар, солай. Ондай мәселелер қазір туындап жатыр ма? Оларды қалай шешуге болады?
ондай мәселелер өте көп. Оны жалпы сіз МВД-дан сол сұрасаңыздар, олар айтып береді. Бір тағы да оларды шақырып, бір негізі сізге сондай бір интервью өткізсеңіздер, өте көп ақпарат айтып береді. Жоқ, сіздердің ұйым тарапынан қандай бағдарлама ұсынсақ болады осыған байланысты? Біздің тараптан жалпы біздікі қауымдастығымыз жаңағы қауіпсіздік мәселелерін айқындағандықтан, мына криминалдық жағы, жалпы мен айтам, адам көлікті алатын кезде тексеріп алу керек. Әрқашан тексеріп алу. Мысалы, немесе бағасы төмен болса, әрине ол 100% бір жерінде дұрыс емес, бір гәбі бар. Немесе ол криминалдық көлік, немесе ол соғылған көлік, немесе тағы да бір баж салығын төлемеген тағы да бір мәселелер бар. Ешқашан ешкім сізге өзінің жақсы көлігін арзан бағаға бере салмайды. Сондықтан мұнда эксперттарды шақырып, жаңағы автоподборщиктер дейді, мысалы, соларды тексеріп, және де мемлекеттік органнан ресми түрде өтініш арқылы жаңағы көлікке қатысты VIN нөмірін жазып, сауал жасауға болады, өтініш жасауға болады, ол сіздерге тексеріп береді. Немесе жаңағы ресми сайттарында тексеруге болады. Көліктердің, мысалы, баж салығы төленді ме, учет сбор төленді ме, первичный регистрация төленді ме, басқа да төлемдер төленді ме деген сияқты сонда. Ертең өзіңіз төлеп жүрмейтіндей соның арқылы. Техосмотр, бұл жер техосмотр енді міндетті емес бізде заңда. Одан өткен кезде қалай, олар келісіп ала ма, жаңағындай онлайн ала сала ма? Бізде заңнама бойынша көлік құралы жаңа кірген кезде сертификациядан өтеді. Одан кейін мысалы 7 жылға дейінгі көлік болса, ол өтпейді техосмотрдан. 7 жылдан кейінгі асқан көліктер. Бұл кейінгі заңнамалық нормалар ма? Иә, заңнамалық. Яғни техосмотр 7 жылдан асқан көліктерге тексеріледі, ал 7 жылға дейін тексермейді. Сондықтан оны ол жерде айқындау мүмкін емес. Жақсы, бұл жағы енді түсінікті. Енді 30 жылдан асқан көліктерге тоқталсақ, иә. Қазір өзіңіз жаңа сұхбатқа дейін біраз талқыладық. Астана мен Алматы, Шымкент түсінікті. Енді мүмкіндік, жаңа қаражаттық жағдай деген сияқты нелерді ескерсек, ол түсінікті, жаңа көліктер өте көп бізде. Енді басқа да өңірлерге тоқталсақ, барамыз, каждый екінші көлік, ол ескі көлік, яғни 30 жылдан асқан көліктері. Оларды қалай реттесек болады қазіргі таңда? Сіздердің тарапынан, сіздердің ұйымдардың тарапынан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Енді біз жалпы басқа қауымдастықтармен де жұмыс істейміз ғой, автобизнес аясында. Сол кезде енді естігенім бойынша мен жалпы өзім жаңағы сол автобизнес қауымдастығынан шыққан тұлғамын. Ол жерде 10 жылдан астам жұмыс істедім. Оның алдында жаңағы комитет техрегулирования метрология аясында жұмыс істеген. Сондықтан ол жағынан тәжірибем бар да. Ішкі кухняны білесіз ғой? Ішкі кухняны бәрін білемін, қалай екенін. Жалпы 2015 жылдары бізде осы ескі көлік құралын өткізіп, оған сертификат алып, барып, жаңа көлік алуға мүмкіндік болатын. Оны кейін мемлекет тарапынан тоқтатып тастады ол программаны. Бірақ сол программаны қайтадан жаңартып, бірақ оның беретін ақшасын көбейту керек деп ойлаймын. Мысалға, мен ұсыныс беріп отырмын, 2 миллионнан астам қосу керек, 2 миллиондай ақша ғой енді. Ол кезде неше болып еді? Ол кезде бір енді 150 мың, 200 мың, 500 мыңға жуық сондай болады. Анда неге байланысты? Категориясына байланысты көліктің. Коммерциялық техникаға байланысты, жеңіл көлік болса соған байланысты. Ол жоба қаншалықты ұтымды, тиімді болды? Жалпы жақсы болды. Жалпы ескі көліктерді өткізді. Ұтымды болды, өйткені көп екен негізі, ескі көліктер көп екен. Өткізіп отырды, жалпы жұмыс істеді, бірақ мен өзім ойлаймын, ақшасын көбейту керек, және инфляция болып кетті деген сияқты. Адамдар өткізеді. Жалпы өткізеді деп ойлаймын, және де қазір қарап тұрсаңыз, баға түсіп кетті ғой. Мысалы 5-6 миллиондық, 6-7 миллион дейікші жарайды. Сондай қазір сегментте мысалы бюджеттік көліктер бар ғой. Сол көліктерді алуға болады. Сол көліктерді мысалы 2 миллион сертификатын беріп, қалған мысалы өз ақшаңызға немесе жаңағы несиеге тағы да басқа финансовый инструменттер бар. Солармен рәсімдеп алуға болады. Сонда жалпы деп ойлаймын, өзім жаңарады деп ойлаймын автопарк. Және жаңада екінші мәселе бар. Бұл қоғамдық көліктерді дамыту керек. Өйткені біз тіпті автопаркты жаңартайық. Автопарк бізде қазір мысалы 6 миллион көлік. Оның примерно жалпы 1 миллион Қазақстан бойынша 1 миллионы бұл коммерциялық техника, 5 миллионы ол жеңіл көліктер, жеке тұлғалармен жүретін. Енді ол өсіп кетсін дейік. 6-7-8 миллион болып кетсін көлік мысалы, инфрақұрылым дамымаған. Инфрақұрылымды дамыту керек, жаңа айттық қой, цикл. Жолды дамыту керек, өйткені онда көліктің жүргізудің мәселесі болмай қалады. Жүре алмай қаласыз. Қажеттілік жоқ болып қалады. Мысалы, қазір мен қуанып отырмын, ЛРТ салынды. Енді ЛРТ болса, мен мысалы, жаңа мен мұнда келгенде бір 20 минутта жүрдім, көлігімді қоя алмай жүрдім. Орын таппадыңыз. Әрине, ЛРТ болса, мысалы, ЛРТ-мен барамыз,
метро болса метромен жүреміз. Жаңағы автобустар жаңарып жатыр, көз қуантады қазір, иә, кондиционермен, Wi-Fi бар, қауіпсіз талаптарына сай, экологиялық талаптарға сай, өте жақсы. Кезінде біз бала кезімізде, тіпті студент кезімізде жүрген автобустармен салыстыра алмайсың. Ол өте қуантады. Яғни қоғамдық көліктерді дамыту керек те. Өйткені көп адамдар, мысалы менің тіпті әріптестерім бар, көлікпен жүрмейді. Сұрасаң айтады, жағдай болса да жүрмейді, иә. Өйткені олар қызығушылық жоқ. Айтады, мен қорқам дейді. Мен жүргенге қиын, таңертең оны қыздыру керек, жүру керек, оның жалпы орын іздеу керек, жыры көп дейді. Жалпы сондықтан қоғамдық көлік бар. Немесе бір машиналар бар, оны әйелдер тебеді, балаларды апарғанға өткен, өздері жаяу жүреді. Велосипедпен жүреді жазда. Мысалы, мен де велосипедпен жүргенді жақсы көремін жазда. Денсаулыққа да пайдалы. Сондықтан жалпы көліктің, транспортный логистиканың жалпы жан-жақты дамыту керек. Сонда біз Европа болсын, шетел мемлекеттер, Америка бар жақтарда, тіпті Мәскеу болсын барсаң, барлық түрлері бар. Керек, жеке көліктің керегі болмай қалады да. Енді қараңыз, бұл жерде әрине сіз айтып тұрған қоғамдық көлік дамытқан ол құба-құп жақсы дүние. Еуропаның мемлекеттерде, ақш мемлекеттерде барлығы осыған баяғыдан көшіп кеткен. Яғни бірінші осы қоғамдық көлікті қояды, дамыту керек деген сияқты дүние. Бірақ бізде жаңа өзіңіз айтқан құндылықтар бөлек қой. Біздің қазекеңдер бөлек. Біз бәріміз жаңағы аттан түспеген қазақтар бәрібір де көлік айдағымыз келіп тұрады деген сияқты де, алғымыз келіп тұрады. Енді жаңа өзіңіз айтқан жобадан бөлек бізде автонесие болды, жеңілдетілген автонесие. Ол қазірде бар ғой негізі? Жеңілдетілген автонесие 2015 жыл бірінші бағдарлама болған. Ол бағдарлама қазіргі таңда әлі револьвердік негізде жұмыс істеп жатыр. Ол екінші деңгейдегі банктерде беріліп отыр. Ол қаншалық сәтті болды негізі? Жалпы мен ойлаймын, көліктер көп келді ма бізге осыдан кейін? Жалпы сәтті, иә. Ол жалпы анандай бір отандық автокөліктер қатты үлесін тигізген жоқ. Жалпы халыққа өзінің үлесін тигізді. Қазір де енді оны сұрастыру керек. Мен ойлаймын, көліктер алып жатыр. Әлі револьвердік негізде көліктер алып жатыр. Ал енді екінші бағдарлама болды. Ол 18 секундтық деген бір кішкене сондай күлкілі болып бір сондай мәселе болды ғой. 18 секундта жеңіп нетіп, бір қаншама ақша бөлініп, есімде жоқ қанша ақша бөлінген, бір 2-3 миллиард па қанша бөлінді екен. енді жалпы біздің халыққа жеткіліксіз ол әрине. Ол бағдарламаны кейін доғарды, тоқтатты, ол ақшаны қоғамдық көлікке бөліп жүрді, лизингке. Яғни қазіргі таңда қоғамдық көліктер сол ақшаның негізінде жаңарды. Бірақ былтыр осы жобаның машақатын көп адам көріп қалды негізі. Менің де бір 2-3 танысым осы жеңілдетілген автонесиені алды, және 1 миллионға жуық көлік өтті ғой, қателеспесем, статистикалық деректер. Бірақ бірінші осы шілдеден бастап қатаңдатылады. Ол автонарыққа қаншалықты әсер етуі мүмкін? Мысалы, мен статистиканы айтайын, 70% автокөлік дилерлерде бұл жаңағы финансовый инструменттермен сатылады. Яғни бұл рассрочка, немесе кредит, немесе трейдингмен ауыстырып, жаңағы отсрочка дейміз, 1-2 жылға отсрочка, сондай финансовый программалар. Яғни әрине өзінің әсерін тигізеді, қатты әсерін тигізеді деп айтуға болады. Жалпы біз оны саралап қарадық. Статистика бойынша автокредитпен қайтарылмай қалған проблемалық финансовый проблемалар дейміз ғой, жаңа қайтарылмай қалған үлес 1,5% ғана. Барлық 100%-дан 1,5% ғана. Өте аз. Яғни жеңілдетілмей беріп тұр ғой енді. Аз сума ай сайын төлем, иә? Әрине, ол да емес, тіпті ол жалпы барлық. Жалпы 20%, 10%-дық беріп жатқан жайта кредиттер бар ғой, мысалы. Онымен де алып жатқан автокредит бар. Мысалға, қазіргі дилерлік орталықтардың өздерінде пайыздық ставкалар аз. Олар өздері субсидировать етіп отыр, жаңағы дилерлік орталықтар. 4%, 7% естіратымыз, 10% дейді, 8% отсрочка беріп жатыр. Әртүрлі программалар қазір бағдарламалар бейімді. Сол бағдарламалардың барлығын санағанда жалпы кредиттердің 100%-ның 1,5% ғана екен үлесі қайтарылмай жатқан проблемалық договорлар бар. Қалған барлығы уақытылы төлеп отыр. Неге десеңіз, өйткені мұнда бір мәселе, тәуекелді жоятын жаңағы каска бар, көлік соғылып қалса страховой агентство қайтарады ақшаны. Екінші мәселе, көлік өзі кепілдікке тұрылады. Яғни бірдеңе болса көлік қайтарылып береді автодилерлікке. Ол көлікті алып жаңағы соңғы құны бар ғой, оның құны кетті, ол арзандатып ол көлікті сатып жібереді басқа біреуге. Сондықтан ол өз ақшасын әрқашанда қайтарып алады. Сондықтан мұнда тәуекел өте аз. Жаңа сатып алушыға да, сататын дилерлік орталыққа да. Сондықтан әрине мұнда мен ойлаймын, жалпы мемлекет тарапынан қазіргі енгізіліп жатқан мәселе осы.
1 шілдеден бастап, иә. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені 70% бізде көліктер қазір финансовый программамен сатылып жатыр, инструменттермен. Мен өзім субъективті былай көзқарасым, мемлекет бизнесқа қатты араласпау керек. Нарыққа қатты араласпау керек. Мемлекет олар тыңдап, бизнесті тыңдап, жалпы жағдай жасау керек. Бірақ бағаны реттейтін мемлекет емес па? Бағаны Ол реттейтін мемлекет қаншалықты реттейді, ол нарық реттейді. Мемлекет ешқашан реттей алмайды. Өйткені мысалы мемлекет айта алмайды, сен көлікті 10 миллионға алып келдің, 5 миллионға сат деп айта алмайды. Өйткені ол бизнес, нарық, ол тәуекел. Ол жаңа көріп отырғандай өздеріңіз айтады ғой, спрос рождает предложение дейді. Мысалы қазір қарап тұрсаңыздар, нарықта өте көп ұсыныс. Ұсыныс көп болған сайын конкуренция бар. Конкуренция болған сайын әрбір дилерлік орталықтар, дистрибьюторлар бағаларын түсіріп жатыр. Яғни бұл жалпы табиғи бәсекелестік. Табиғи бәсекелестік болған өте жақсы жалпы. Сонда бұл жалпы дұрыс нарықта сондай болу керек, табиғи бәсекелестік. Әртүрлі бағдарламалар пайда болады. Сонда выживать сильнейший дейді ғой. Сондай қалады рынокта. Жаңа айдалған көліктерге тоқталайықшы. Қазіргі таңда енді колесо желісі бар, соған кіреміз, машиналар тұр, айлап тұр, жылдап тұр деген сияқты ондай да көліктер бар, негізі. Қазіргі жағдай неге алып келеді бұның барлығы? Енді баға дұрысталды ғой негізі, осы Қытай көліктері кіруімен дұрысталды. Бірақ осы жағдаймен кетеміз ба, немесе бір белгілі өзгерістер бола ма? Осы айдалған көліктер. Енді мұнда айтып кететін жайт бар. Әр нәрсенің өзінің құны бар. Ешқашан еш нәрсе енді мысалы көлікті айтайық, 20-30%-ға төмендеп кетпейді бағасы. Яғни оның бір шекті құны бар. Немесе бір бағада ұстап тұрады. Ұстап тұрады. Көтерілмейді. Одан төмен кетпейді, мысалы кетпейді. Және де мысалы бізде теңгенің құны бар. Теңгенің курсы, курс теңге дейміз. Курс валюты. Оған да бейімделу керек. Логистика бар. Қазір мысалы логистика арзандады. Коронавирус кезінде логистика 10 есе қымбаттап кеткен. Өте қымбат болды. Bir контейнердің өзі бәленбай $1000 қымбаттап кетті. Әрине ол көліктің құнына әсер етеді. Жаңа машина комплекттерінің құнына әсер етеді. Доллар нетті, өсті, түсті, құлдырады, теңгеде құлдырады, әрқашанда бір уақытта тұрмайды ғой, бәрі экономикалық цикл. Сондықтан көліктің құнына ол барлық тауардың барлығына әсер етеді. Сондықтан мұнда былай мәселе. Тіпті локализация мысалы дамытайық, немесе арзандатайық көлікті, тіпті өзінің бағасына ұстап отырғанның өзі өте жақсы. Өйткені мысалы сыртқы факторлар әсер етіп, ол қымбаттап кетуі мүмкін. Ал оны төмендетпей, сол ұстап тұрғанның өзі де жақсы да негізі. Соның өзі үлкен көрсеткіш. Жақсы. Ал енді жаңа бұл мысалы көліктер дейміз ғой. Нарық тоқтап тұр. Өйткені біріншіден қазіргі таңда адамдарда фобия бар. Мына көлікті алсам, ол ұрланған ба екен, соғылған ба екен, қандай көлік екен деген сияқты ондай фобиялар бар. Мен өзімде де бар қазір. Мен қараймын, мысалы колесаны жалпы әр ер адам қарайтын шығар, кешке жақын ұйықтар алдында. Кешке жақын бір қарап шығасың, Соны қараған кезде жалпы менде былай профессионал тұрғыдан қараймын да, анализировать етіп өзім. Сонда нарық тоқтап тұр, комментарийді қарасаң мысалы, немесе звондап сөйлессең де көбінесе сол адамдар жалпы қорқады, алғанға қорқады кейбір көліктер. Тексеріп алады, мысалы сөйтеді. Өйткені көп кейстер бар. Алып жатады. Одан кейін баш салық төленбеген екен, тағы бірдеңесі төленбеген екен. Проблемалық көліктер көп болып кетті нарықта, қарап тұрсаңыз. Тіркелмеген көліктер. Ол осы жаңа Грузия мен неден алып келген көліктерге байланысты ма негізі? Жалпы сол мәселе көп. Мысалы, жалпы сол екі легализация болды ғой мемлекет тарапынан. Мен өзім ойлаймын, жаңа айттым ғой, мемлекет нарыққа кіріспеу керек деген. Сол мемлекет тарапынан екі легализация жасағанның өзі біздің автопаркті өте қатты ескертіп жіберді. Өйткені ескі құсқы көліктер көп легализация жасалды. Әрине, ол жаңа автопарктың дамуына әсерін тигізеді. Тосқауыл болады ғой. Тосқауыл болады. Мысалға, 5-6 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырсаң, қазір 3 жылға дейінгі көліктің өзі 800 мыңдай болып қалыпты. 3 жылға дейінгі. Мысалы, 7 жылға дейінгі көліктердің өзі 1 миллионнан асады мысалы. Ол өте жақсы көрсеткіш. Жалпы жаңа көліктер жаңарып келеді, алып келе жатыр. Ана Камри деп бәріміз, әр қазақ Камри армандайды деп, қазір Камридің да бағасы түсті. Жақсы ғой, қуантарлық. Жақсы. Келесі қаузайтын тақырыбымыз Қытай автокөлігі. Қоғамда түрлі пікір бар. Өзімізде Қытай автокөлігін тізгіндейміз. Дегенмен, әлеуметтік желіде, TikTok желісінде трест ашып қалсақ, неше түрлі пікір бар, санаулы оны.
біреу айтады мына жер кеткен, мына жер дұрыс істемейді, мына жер мынандай деген сияқты. Стандарттардан сіз арқылы өтеді ғой бәрібір де, сіздердің жаңа рекомендацияларыңыз арқылы, сіздердің нұсқауларыңыз бойынша. Неден себеп? Мұнда элементарды себеп. Қараңыз, мына кеден одағы техникалық регламенті бар ғой, ол жаңағы европалық талаптарға сай, европалық ережелерге сай гармонизация жасалған. Біздің мемлекет жаңа европалық қауіпсіздік талаптарымен гармонизация жасаған. Ал енді Қытайды айтайық. Қытай жаңа европалық талаптарға гармонизация жасамаған. Яғни мұнда екі мәселе бар. Экспортқа Қытайдан кететін көліктер европалық талаптарға сертификация өтеді. Ол 120-ға жуық талап, қауіпсіз талаптар бар. Европейский сообщение деп айтамыз. Жаңағы көліктің обзорысы бар. Жаңағы көліктің барлық жүйесі, климаттық жағдайға бейімделгені барлығы. Мына бір кішкене болтиктен бастап көліктің бүкіл конструкциясы, металлының качествосы, жаңағы мына бөлінетін хладагент бар ғой, кондиционер, соған дейін талап бар. Яғни және де бізде осы ЕАЭС-тің кеден одағының осы жергілікті талаптары бар. Ол да жаңағы европалық талаптардың негізінде жасалған. Енді экспортқа шығатын көліктер бұл ресми мақұлдау типінен өтеді. Одобрение типа транспортного средства дейміз. Оны жаңағы ресми дистрибьюторлар, жаңағы шетел көліктерінің ресми осы өкілдері, осы жақтағы ресми өкілдері, солар өткізеді оны, сертификацияны өткізеді. Оны жаңағы Испанияға жібереді, Европаға жібереді, басқа да Австрияға жібереді, Қытайдың өзінде де жасайды, анда мында жасайды, мында да жасайды испытанияларды. Үлкен жұмыс, өте қымбатқа шығатын ақша, көп кетеді ақша оған. Жаңағы краш-тест дейміз, солардың барлығын жасайды. Содан кейін ол көлік нарыққа шығады. Ресми оны жаңағы сертификатты, жаңағы одобрение типа транспортный средства, оны жаңағы орган по сертификации береді. Сертификаттау органы. Оны мемлекеттік орган, жаңағы комитет технического регулирования метрологии, сол оны утверждать етеді, яғни айтады, мақұлдайды. Е35 деген бізде дүниежүзілік компетенттік орган, жаңағы комитет технического регулирования метрологии. Солар Е35 деген печать қояды, сонда мөр қояды. Сол мөр қойылған сәттен бастап көлік қауіпсіз талаптарына сай болып келеді. Ол сертификат 3 жылға дейін жұмыс істейді. 3 жылдан кейін қайтадан сертификаттан өту керек. Солай. Сонда қатты қадағаланатын талапты. Ал енді Қытайда шығарылатын ішкі бейімді. Жалпы екі көлік бірдей болуы мүмкін. Бірақ бұл біреуі сыртқы нарыққа, біреуі ішкі нарыққа арналған. Мысалға Қытайдың өзінде. Олардың талаптары бөлек. Жаңағы аккумуляторға деген талап бөлек. Мысалға жаңағы климатқа қатысты бөлек. Айтып жатады, мысалы, мен климатым дұрыс істемейді. Бізде қыс минус 40-қа дейін барады. Онда кезде жаңағы климат дұрыс істемей қалады. Неге десеңіз, олардың ұғымдары бойынша олардың климаттары басқаша. Мысалы, біздің 20 градус, олардың 25 градус сияқты. Сондай мәселе бар, ондай айырмашылықтар бар. Содан кейін олар ішкі нарықта, мысалға, осындай талап бар. Европалық талаптар бойынша көліктің ішінде механикалық түрде көлікті аша алу мүмкіндік болу керек. Ашады. Ал Қытайда модернизацияға көп қой енді. Жаңартып жатыр, кнопкамен басылатын ететін. Оның бар электроника істемей қалса, оларда жаңағы жоқ механически тартады. Сондай айырмашылықтар көп негізі. Сондықтан жаңа тіпті көліктің конструкциясының өзі, мысалы, краш-тест өткен мына көлік бөлек, өткен ол металлдың свойствосы басқаша, талабы басқаша. Сондықтан жаңа ішкі нарықтың көлігі мына нарықтың айырмашылығы болуы мүмкін. Сондықтан мына көліктер СБКТС-пен келеді ғой, жаңағы сертификация жеке тұлғаның. Олар жаңа қарапайым техосмотр, жай сөз айтқанда техосмотр олар. Қатты талап қойылмайды оларға. Ал мына көліктер жаңағы бүкіл анандай 120 талаппен өткізеді. Халықаралық талаптан өткізеді. Яғни ресми автосалоннан алған дұрыс бәрібір. Ресми автосалон алған дұрыс, өйткені оның жаңа одобрение типа транспорт средства бар. Жаңа мысалы Америка көліктерін айтамыз. Грузиядан келіп жатыр Америка көліктері. Қызыл поворотниктармен келеді. Ол бізде халықаралық талапқа сай келмейді. Европалық талапқа сай келмейді. Америка гармонизация жоқ оларда европалық талаптар. Оларда ішкі нарықтың талаптары ғана бар. Олар сыртқы нарыққа шығарған кезде, мысалы, BMW келіп жатады, там басқа да, мысалы, Chevrolet болсын, Escalade дейміз әртүрлі қымбат, мысалы, Американ көліктер. Олар сары автоповоротармен келсе, олар нарыққа арналған көліктер. Қызылмен келсе, ол ішкі нарыққа арналған. Олардың ішінде де өздерінің басқа да нәрселері бар, өздерінің бейімделген. Мысалға тіпті миль час дейді, мысалы, бізде километр час бар. Сондай мәселелер көп. Фаренгейт, бізде Цельсий. Сіздің ойыңызша осы Қытай көліктерінің арасынан топ 3 көлікті, мына көліктерді алуға болады дегенді айтып бере аласыз ба?
Енді ресми дилерлермен сатылатын Джакконы айтуға болады. Тағы да не бар бізде? Сапа жағынан, Иә, сапа жағынан. Джили жақсы деп айтады, өйткені оның жалпы историясын қарасаңыз, олар Volvo негізінде жасалған көліктер. Содан кейін мысалы BYD, Чанган жаман емес көліктер. Жалпы сол көліктерді өзім ойлаймын жалпы жақсы деп. Осылардың сіз атап кеткен көліктердің оцинковкасына келейік, көбінесе жаңағы бір жерін жасайды, бір жерін жасамайды, немесе толыққан мүлдем жасалмайды. Негізі талаптар бар ма сіздер қойған? Оны жаңағы өндіретін автозауыттар қояды. Өздері қояды. Мысалы бізде шығарылатын өндірілетін автозауыттар, өзіңіз естіген шығарсыз, Алматы қаласында былтыр үлкен 4 этажды, 4 қабатты үлкен мультибрендтік зауыт салынды. Жаңағы Чанган дейміз, Havel, Greatwall Motors, және тағы бір брендті ұмытып тұрмын. Сол 3 бренд кірді сол жерге. Сол кірген кезде олардың талаптар жаңағы оцинковка, сондай мәселенің барлығы талап бар. Өйткені біздің климаттық жағдай бөлек. Оцинковка қандай болмаса, көлік шіріп кетеді. Осы жаңа өзіңізде сөз арасында айтып кеттіңіз, Еуропалық экономикалық одақтағы автонарық жалпы ол жақта елдерде әлсіреді негізінде. Біз жаңағындай неде ашып жатырмыз, автозауыттар құрастыратын ашып жатырмыз. Бізге қаншалықты ол тиімді, ол жақтың әлсірегені? Бірақ біз бір ұйымбыз, бір мақсат бар бізде, экономиканы көтеру. Кеден одағын айтып тұрсыз ба? Иә. Кеден одағын айтып отырсақ, мысалы қазір айтып жатыр ғой, әр мемлекет жауып алды өзінің нарығын деп, иә. Учетборды көтерді, зашсал, тағы да басқа енді бір сондай нәрселер, механизмдер жасайды кіргізбеу үшін өзіне. Жалпы біз өз нарығымызды ойлау керекпіз, өзімізді дамыту керекпіз, жұмыс орнын қамтамасыз ету керекпіз, инженерлік потенциалды қамтамасыз ету керекпіз. Ең бастысы мәселе сол. Ал жалпы енді біреуге күлуге дұрыс емес, күлмеу керек. Жалпы өйткені біздің территориямыз біреу, экономикалық территориямыз біреу, аумағымыз біреу. Ешкіммен ұрыспай, жалпы қазақ халқы сондай ғой. Әрқашанда дос болып, жау болып сөйтіп ететін халық. Ешкімге өз тиіспейді ешқашан. Сондықтан мұнда экономикалық тараптан қарастырсақ, біз әрқашанда қарым-қатынас жасау керекпіз. Яғни бізде мысалы Еуразиялық экономикалық одақ негізінде Еуразиялық экономикалық комиссия бар, кеңес бар, Мәскеу қаласында орналасқан. Сонда біздің де азаматтар отыр, жұмыс істеп отыр, үлкен өкілдер. Сол қарамақта жалпы талқылау керек мәселелерді. Жалпы әрбір экономикалық мәселені шешуге болады. Бірақ тиімді ғой ол жақтың нарығының әлсіреуі. Ол жақта енді бәрімізге белгілі жағдайларды түсініп отырмыз. Тиімді, иә. Бір жағынан тиімді, иә. Жақсы, рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Жалпы қызықты тақырып, және өзіңіз жаңа айтып отырып қой, әр қазақ атқа мініп, аттан түспеген қазақ бәрібір де осы көлікті тізгіндегісі келеді. Сондықтан аттан түспейік, көлігіміз болсын деп ләйім солай тілейміз. Құрметті көрермен, Ел.kz YouTube арнасы сіздерге кезекті сұхбат ұсынды. Бүгін бізде қонақта Қазавтостандарт ассоциациясының президенті Ербол Сейпиев мырза болды. Тағы да рахмет айтамыз сізге. Рахмет сізге де.